бен жігітіміз деп айтайын. Жалпы бірінші сіздерге келген сұрақ, Маржан ханым мен Тәуіржанның аралары қанша жас деген сұрақ. 9 жас. Және сізге бұл білініп жатқан жоқ па? Бірнеше кездесуге бардыңыз, Маржан ханымның өзіңізден үлкен екенін сезіндіңіз бе? Әлде жоқ сізбен жасы? Иә, Aslında men söylеп жатырмын, мен тыңдап өзім информация алып, сөйтіп сондай общение болып отыр да. Қараймын да. Мен как будто үлкен сияқты, мен как будто 9 жас үлкен сияқты отырмын. Иә, бізде көріп жатырмыз сырттан Маржан ханым әп-әдемі болып киініп, жас қыздар. Есіңізге түсіріңіз ал. Көп адамдар жүріп. Иә. Мен айттым, жас көрінеді, Маржан ханым әдем болып кездесуге киініп барады жасаша деп айттым. Мен айтайын дегенім былай ғой, короче, басында Маржан өзін, Маржанды более ашқан сияқтымда, көп адамдар жазып жатыр, что бұл уақыт өткен сайын, наоборот, жақсарып жатқан сияқты болып жатыр. Көп пікірлерге. Стиль алса, Лара Крофт, көп очки еді, мен де ойлаймын, может, натуре сондай ма, и мен мамамды көріп, мама да ана қыз жасарып кеткен ба деп жатыр. Жасартып жатырмын дейді Маржан ханымды былайша айтқанда. Иә, солай. Енді алдағы уақытта таныстықты қалай болады, келесі кездесу қайда болады, барлығын бірге білеміз, міндетті түрде көріңіздер біз. Осылайықта ағайындар, Гүлжан деген жігіт келіп отыр ғой. Жүргізуші, ана жердегі қанша қатысушы бар. Бір адам қарсы келе алмай жатыр ғой, бір адам. Біреу байлығына, анаусына тиісіп алып, кім ол өз жауап берді ғой, байлықты қаяқтан алып жатыр, не. Ең бастысы ол жігіттің IQ-нің тереңдігіне және де өзінікін бермейтін, өзінікін қорғай алатындығына соған риза болып отырмын. Молодец, бауырым. Так держать. Баса бер. Сіздер де өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, ағайындар, по факту қояды, просто по факту. Красавчик. Не өзгерді? Мен үшін сіз жай ғана 25-тегі менен кіші осы жобаға келген жігітсіз болды. Мен үшін сіз жай ғана осы жердегі ведущий